препарат 71 жақ асты безі. Ажыратамыз белокті секреторлы бөлімді және аралас секреторлы бөлімдерді және де сызықтық жиегі бар шығару өзектерін ажыратамыз. Біз мінекей мынау ұят тәрізденіп орналасқан мынау бізде 40 есе үлкейтілген препарат болады. Ендігі біз мынау каждый клеткаларды анықтап көру үшін мынау ұят тәрізденіп орналасқан бөлімді үлкен ұлғайтқышқа салып үлкейтуіміз керек. Сонда біз мынадай кескінді көре аламыз. Бұл кезде біз ажыратамыз құрамында белокті клеткалары көп, белокті секреторлы бөлімді, олар бізде өте қою тәрізденіп орналасады. Келесі бұл біздегі аралас секреторлы бөлім. Мінекей мыналар. Аралас секреторлы бөлімді біз ажыратамыз мынау ақ тәрізденіп орналасатын кілегей клеткалар және оның маңын бізде жарты ай тәрізді жауып орналасатын белокті клеткалар. Бізде мынау кілегей клеткалар мөлшері жағынан өздеріңіз көріп тұрғандай белокті клеткаларға қарағанда өте көп болып келеді және ірі болады. Цитоплазмасы ашық және торлы болып келеді. Сонымен қатар бізде олар қанық боялатын болып саналады. Дәл осы біздегі атап өткен белокті секреторлы бөлімнен және аралас секреторлы бөлімдерінен бізде секрет бөлінетін болады. Дәл осы секрет бізде ауыз қуысына сызықтық жиегі бар шығару өзегі арқылы өтетін болып табылады.